Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып жібермейсіздер ме? Комментарий жазып. Және Назарбаев, менің ұсынысым енді Қантақ көшесі болсын. Қолдайсыз ба? Қантақ көшесі болсын. Объявил, что уходит из политики. А сегодня Абилов сообщает, что рассматривает возможность вернуться и создать политическую партию. Вообще қызық мәселе, неше рет айттым. Мен Саралпысым жерлеспіз. Енді бүкіл Алматы облысында тұрған кісілер Назарбаевтың туыстары, Назарбаевтың күйеу баласы. Қызық қой мәселе, да? Ешқандай қатысым жоқ, ешқандай байланыс жоқ. Иә, жерлеспіз, бітті. Қалың қазақтың алдына шығып саяси белсенді болып, жиын өткізіп жүрген бұл қалың өтірік белсенділердің, бұрынғы Назарбаевтың кезіндегі ескі саяси жезөкшелердің бетіне жаққан жалған арзан ұпа далабын сыпырып тастап, шынайы бетпердесін ашып тұрып қарасаң, нағыз қампезер Арамзаның өзі. Назарбаев тойындырған, Назарбаев бай қылған, Назарбаевтың кезіндегі арам ақшамен әбден семірген бұл сұмырайлар ендігіде 30 жыл ұйықтап жатқан халықтың алдына секіріп шығып, белсенді бола қалыпты. Біз бұл арада халықтың алаңға шыққанын құптамай, терістеп отырған жоқ емеспіз. Халықтың алаңға шыққаны, ойын айтқаны, жүгіргені, өзінің нақақ болған оқиғаларын көрсеткені, әлеуметтік желіге салғаны, ұйымдасқаны, топтасқаны бұл құба құптарлық нәрсе. Бірақ сол құба құптарлық нәрсенің барын шектеулі шеңбер ішінде, яғни Назарбаев Тоқаев сызған шеңбердің ішінде, дөңгелек сызса шырайланатын, ұзын сызса жүретін, нүкте қойса тоқтайтын, контрол ішіндегі халықтың саяси белсенділігі, яғни шектеулі шеңберден шықпайтын саяси белсенділік төңірегінде ұстап тұру үшін шығарылған бұл аталмыш қораға бастайтын бұндай серкелердің қазаққа зияннан басқа ештеңкесі жоқ. Пайдасы ешқашан тимейді де. Әрине, екі ауыз сөздің басын құрап сөйлейтін белсенділігі бар. Нұразаттық пенен Нұр 31, Нұр КТК, Нұр Евразия сияқты каналдардың құрметті қонақтары, Фейсбукте әлеуметтік желіде белсенді айналасында қолпаштап жүретін қалың нөкершісі бар. Бұндай азаматтар ең соңында қарапайым қазақты алжастырып, Тоқаевтың алдында тізерлеткеннен басқа ештеңке емес. Қойшының бәрі қойға ойбай қасқыр келе жатыр дейді. Назарбаевта 30 жыл бойы үй өзімдікі деме, үй сыртында адам бар деп қорқытып, үркітіп келді. Сөйтіп, сол қойшының бәрі қойды қасқырды айтып қорқытады. Бірақ қойға ең үлкен қауіп қасқырдан емес, сол қойшының өзінен болады. Не сатады, не қасапқа жібереді, не өзі сойып алады. Терісінен аяғына бәтіңке етік тігеді, үстіне тон тігіп алады. Етін жеп сүйегін көміп бүркеді. Ең соңында қалған жуынды ит аяғын, сүйек саяғын итіне тастайды. Қойлар өзіне бірінші қауіптің қойдан келетінін ешқашан білген жоқ. Қой жаралған 100 миллион жылдан бері қасқырларға болды, жетер енді доғарыңдар, тойдыңдар ғой деп арызын айтып келеді. Бірақ соған пысқырып қараған қасқыр болды ма? Ендеше қалың елім, қазағым, қой мінезден арылатын кез келді. Сол сенің алдыңа шығып топ бастап жүрген Назарбаев кезінде рұқсат берілген үруге рұқсаты бар иттермен, аңырауға рұқсаты бар есектер, билеуге рұқсаты бар маймылдар құтқармайды. Сені таза шыншыл және шынайы күрескерлік қана құтқарады. Сен сол маймылдардың артынан ермей ақта ғой. Сол 30 жыл бойы Назарбаевтың кезінде аталмыш билікпен диалог жүргізіп жүрміз дейтін Қосановтың 30 жылдық диалогынан не таптыңыздар? Қосанов және оның маңындағы қалың маймылдар, немесе сол Қосанов сияқты ескі жаңа Қосановтардың барлығынан не таптыңыздар? Ендеше оларға алданбаңыздар. Тіке өзіңіз Еуропа парламентімен, еуропалық елдердің елшіліктерімен, еуропалық елдердің билік органдарымен, Біріккен Ұлттар ұйымымен, Америка, Канадамен, жалпы батыс елдерінің барлық адамдық құқық ұйымдарымен, елшіліктерімен тіке қарым-қатынас жасап, басыңыздағы барлық сұмдықты, қудалауды, өлтіруді, нақақ қамауды соларға тіке жазыңыз. Шамаңыз жетсе, ағылшынша жазыңыз бірінші кезекте. Ал шамаңыз жетпесе, орысша жазуға тырысыңыз. Себебі орыс тілі қанша айтқанмен Біріккен Ұлттар ұйымындағы алты үлкен тілдің біреусі. Ал
орыс тілінде жазуға да шамаңыз жетпесе, қазақша жазыңыз. Осы кезде екі қазақтың бірі ағылшынша біледі. Сол ағылшынша білетін қазаққа аудартып алып жіберсеңіз, тіптен жақсы. Одан басқа амал жоқ. Алаңға шығарсыз. Ал сол ертең ереуіл болады деген күні нағыз шынайы Назарбаевтың билігімен ұзақ жылдан бері күресіп келген белсенділерді неге қудалады? Кеше ғана біз каналымызға 6-7 видео салдық. Тікелей эфирде үйін тінткен, кәдімгі есігін балталап отырып, шағып отырып, үйін тінтуге келген Қаскелеңде болған сұмдық оқиғаны әрбір тікелей эфирін бөліп бөлшектеп отырып каналға салып отырдық. Неге? Эфир түсірме дейді. Егер биліктің арты таза болса, тұтқындалушының эфир түсіргеннен неге қорқады? Егер заңды түрде үйді тінтуге келсе, олар ашықтықтан, жариялықтан неге қорқады? Кәдімгі белсенділерді қамап тұтқындайды. Алды 15 жыл, 10 жыл, арты 5 жыл арқалап түрмеде отыр. Егер Тоқаев шынайы халықшыл болса, өз айтқандай еститін өкімет құрам десе, анау Айдос Сарын бастаған қалың маймылдар, саяси жезөкшелер аяқ астынан сол ескі саяси кәрі құртаң жезөкшелерден жаңа Қазақстан құрамын дегені шын болатын болса, онда неге шынайы саяси қылмыскерлерді, қамалған нақақ сотталушыларды түрмеден босатпайды? Назарбаевтың кезінде, парақорлық жүйе кезінде тауық ұрлаған үшін 7 жылға сотталған қылмыскерлерді неге босатпайды? Неге рақымшылық жарияламайды? Ал Фейсбуктегі бір ауыз сөз үшін, әлеуметтік желідегі бір жазбасы үшін нақақ 10 жыл, 15 жыл арқалаған шынайы саяси күрескерлерге неге бостандық бермейді? Ал ертең ереуіл деген күні шынайы күрескерлердің бәрі қамалып, үйінің айналасының бәрі, есігінің алдарты тұтасымен кембінің аңдушы иттеріне толып тұрған. Ал өтірік маймылдарға ғана рұқсат берген. Бұл қандай саяси еркіндік? Ал саяси күрес болса болды, Алматыдағы алаңда интернет тоқтайды. Осыма бұл Тоқаевтың құратын жаңа Қазақстаны. Демек бәрі өтірік. Назарбаев орнатқан жүйеден ештеңе өзгерген жоқ. Ештеңеге алданбай-ақ қойыңдар. Сол Назарбаев жетілдірген қалың, арсыз, ұятсыз, суайт, екібеткей, Назарбаевтың кезінде семірген байған ұры қарақшы, ұры қарылар билікте отыр. Солар министр, солар депутат, солар конгрессмен болып отыр. Солар саяси белсенді, солардың ғана алаңға шығатын рұқсаты бар. Олар тұтқындалмайды, олар қамалмайды. Ал шынайы саяси күрескерлер сотталады. Алды 15 жыл, арты 5 жыл арқалап отыр. Ендеше бұндай өтірік өмірге 30 жыл алданып біттің емес пе? Ендеше қазақ, басыңды көтер, күресіңді тоқтатпа. Айналаңа туыс туған, құда жегжат, 60 апа 70 жездеңді жи. Мынау Назарбаев қалыптастырған, Тоқаев жалғастырған ұры-қары қарақшы суайт жүйенің тас талқанын шығар. Сонда ғана шынайы еркіндікке жетесің.